ана күні қарсаңында танымал мүсінші әрі суретші Сырым Мүсіреповтің «Адам айнасы» атты көрменің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Көрменің авторы тәуелсіздік еліміздің жас өнершілер буынының жарқын өкілі. Сырымның қолынан шыққан туындыларды астанамыздың көрнекті жерлерінен кездестіруге болады. Бүгін сіздерге солардың ішінен іріктеліп алынған 50-ге жуық кесіндеме мен мүсіндікті ұсынып отырмыз. Өнер сүйер қауым өнердің ішінде көп салалы осы бір сәулет өнеріне деген кескіндемеге бейнелеу өнерінің бағасын қадірін білетін талғамы биік бүгінгі көрмеге келушілер, мен сіздерді қадамдарыңыз құтты болсын дегім келеді. Жалпы Сырым туралы айтатын болсақ, біріншіден Сырым менің баламның досы, жан досы. Сондықтан да мен Сырымды көптен бері білемін. Сырымның еңбектерімен, жұмысымен таныспын. Сол үшін де менің көңілім Сырымға деген ағалық сезімім ерекше. Халықаралық дәрежедегі деңгейдегі көрмелерінің бастамасы болсын деп. Өнер арқылы қазақтың мықтылығын мойындату. Олай болса, сөзді бүгінгі көрменің авторы Сырым Мүсіреповтің өзінен берсек дейміз. Сырым, сөз өзіңізде. Бұл шығармашылық көрме осы тұңғыш президент кітапханасында алғаш өткізіліп отыр. Жалпы жеке шығармашылық көрменің бұл 4-ші көрмесі. Бұндағы коллекциялардың барлығы ерекше, және де атауының өзіне қарасаңыз, адам айнасы. Бұл шығармашылық дүниенің барлығын адам қараған кезде адам өзінің рухани айнасына жақындайды, руханиятымен. Себебі бұндағы әртүрлі образдар оның адамның рухани әлемінің сан қырын ашады. Адам дәл қазіргі сәтте қандай сезімде, ол сондай руханилық әлемдерді көреді. Адамның айнасы деп аталуы да сол себепті. Мүшеміз резидент Сырым Мырзаның көрмесіне келді. Мықты жақсы ашылып жатыр. Осының көрмесіне келдім. Құтты болсын Сырым. Жарайсың, қараңыздаршы, қандай керемет, қандай деңгей мына. Таудай биік бол. Бұл әрбір отбасында айтылатын сондай тілекті жарғы сөздер. Сол таудың биіктігін және де таудай биік бол деген мағынамен жасадық. Бұл Құдай берген. Құдай адамға барлық мүмкіндіктерді әуел бастан беріп қойған. Тек адамның жасап қабылдай алуына байланысты. Саяхаттан өзгеріске дейін. Бұл әрбір әлем саяхатынан кейінгі адам санасындағы болған өзгеріс.
құттықтаймын. Ұзағынан болсын, бүкіл шет мемлекеттерін бағындыра беріңіз. Сәттілік тілеймін сізге. You should get from this something. It's like you're getting, it's like more open. This part is open, more open. Да? So when you're pushing, don't forget you're fighting for something, but you should get something from this. All of the history, that's its moment, happiness. Snow melting from mountain. This moment. Special stone. Бизнестегі динамика әрекеттері. Looks like. Да? There's another guy there, he's like, I need to see more. Данная коллекция по всему миру только создана 4 экземпляра. Семь образов человеческого лица. Вселенная, я считаю, это время безграничное, а возможности, они ограниченные. А это у нас аватар, виртуальный мир. Мы находимся в виртуальном мире. Это произведение сделано из красного дерева, камни, полудрагоценные камни, а также кожа из крокодила были представлены. И новый формат, новой экономики. И в будущем делаю различные коллаборации, и в планах есть огромные проекты международные. Я вот добавил это произведение. Идея, эмоция. То есть взаимоконтакт. И видите, вас тоже фоткает. Мы должны делать то, что мы не хотим. Богом данное. Вопрос, как мы используем. И используем ли мы данный инструмент. Гармония цвета, гармония событий. Нам кажется, что гора огромная, но если сравнить с галактикой, то это песчинка всего лишь. После неудачи всегда рождаются новые возможности и всегда все налаживается. После дождя земля зеленеет. Адам санасының ауқымдылығын осы шығармашылық туындыларда көрсеткен. Жаратылу мерзімі ұзақ материалда, бұл шығармашылық туындыларда асқан қуат экспрессия бар. Оны шығармашылық туындылардың өздері сіздердің назарыңызға айтатын болады.